Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге мен өте нәзік жастық құйылмалы пирогтың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Ол үшін бізге қамырына жұмыртқа, қант, сары май, қаймақ, ұн және пищевой сода керек. Ең алдымен жұмыртқаны қантпен жақсылап бір араластырып аламыз. Кейін үстіне қаймақ, сары майды микроволновкада ертіп алып қосасыздар. Бір араластырып алып, ас содасын саламыз. Ең соңында осындай миксердің қамырға арналған насадкасы болса, сонымен немесе қолмен де болады. Тесто жасаймыз, қамырын илейміз. Жұмсақ бір келкі қамыр шыққанша осылай илеп аламыз. Кейін оны салфанға салып, холодильникке салып, қимасын, начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, қаймақ, қант және ішіне салатын ягода қажет болады. Алдымен жұмыртқаны қантпен бір араластырып аламыз. Қатты көп араластырудың қажеті жоқ, бір араластырсаң жетеді. Үстіне қаймағын саламыз. Екі ас қасық ұн қосамыз. Енді қамырын жайып аламыз. Осылай бір келкі етіп, оқтаудың көмегімен шамалы ұн сеуіп жайып аламыз. Аста ашылатын формаға салып, осылай бір келкі етіп орналастырып, бортигін жасап, шанышқының көмегімен осылай қамырды бір қабат тесіп шығамыз. Үстіне ягодамыз саламыз. Менің жағдайымда смородина, клубника және малина. Бәрін бірге немесе бір тұрым ғана қоссаңыз да болады. Бәрін қостым, өте дәмді шығады. Үстіне жаңаға дайындап қойған начинкамызды құйып, (180 градуста 35 минуттай шамасында пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, өте нәзік, нағыз жаздық пирог десек те болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.